Құрметті әріптестер, бүгін ақпан айының 3-ші онлайн сабағын өтеміз. Бүгінгі сабақ өткізетін мұғаліміміз Іле ауданы 44-ші орта мектеп мұғалімі, педагог сарапшы, география пәнінің мұғалімі Қайратұлы Дінмұхамед. Өткізетін тақырыбы география сабағында заманауи әдіс тәсілдер арқылы пиза тапсырмаларын орындау. Димаш, бастай ғой. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі сабағымызда заманауи әдіс тәсілдер арқылы пиза тапсырмаларын орындау. Жалпы пиза дегеніміз ол білім беру сапасын бағалаудың халықаралық бағдарламасы. Бұл презентация география сабағында пиза тапсырмаларын қолдану мәселені талқылайды. Ол пиза тапсырмалардың мақсаты, құрылымы және география сабағында олардың тиімді пайдалану жолдарын қарастырады. Сонымен қатар оқушылардың географиялық білімдерін және сыни ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған тәсілдерді ұсынады. пиза география тапсырмаларының мақсаттары: географиялық сауаттылық, сыни ойлау, себеп салдар байланыстарын түсіну, шынайы өмірдегі мәселелерді шешу. пиза тапсырмаларына шолу: нақты өмірлік жағдайлар, географиялық білімді күнделікті өмірде қолдану, графиктермен және диаграммалармен жұмыс, кестелермен, графиктермен деректер алу, мәтіндік тапсырмалар, географиялық мәтіндерді оқу және түсіну, карталармен жұмыс, карталарды талдау және объектілерді анықтау. География сабағында пиза тапсырмаларын тиімді пайдалану: сабақ кезеңдері, топтық жұмыс, жауаптарды талдау, түрлі форматтар. пиза тапсырмаларының артықшылықтары: сыни ойлау, оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін дамыту, мәселелерді шешу, нақты жағдайларда географиялық білімді қолдану, географиялық сауаттылық, әртүрлі дерек көздерден ақпарат алу және оны талдай білу, қызығушылық, қызықты және нақты өмірге жақын тапсырмалар беру, оқыту процесі, оқыту және бақылау және бейімдеу. Енді әріптестер, бірінші тапсырманың бөлімі жағын айта кеттік. Бірінші бөлімде контекст тапсырмалар, яғни контекст арқылы оқушылардың жаратылыстану оқу сабақтылығымен қоса алған білімдерін тексереміз. Мысалы, қара алтын елі оңтүстік Америкадағы мемлекет. Елдің батысы мен солтүстігін ірі анықтау жүйесінің сілемдері алып. Ең шеткі солтүстік батысында атауы бір көлі бар, ойпат орналасқан. Бұл елдің негізгі байлығын өндіретін алтын жатақтағы ел. Елде дүние жүзіндегі ең биік сарқырама орналасқан, яғни бұл контекстті, шағын ғана контекст, бірақ осы контекст арқылы біз оқушылардың алған білімін ескеруімізге болады. Бірінші, мемлекеттің орналасқан материк, елдің батысы мен солтүстігін алып жатқан тау жүйесі, елдің негізгі байлығы, ел мүшелік ететін халықаралық ұйым, ел аумағында орналасқан дүние жүзіндегі ең биік сарқырама. Яғни бұл жерде контексттің бір ұтымды пайдаланылады. Бұл жерде оқушы осы текстті оқи отырып, осы 5 түрлі оған мүмкіндік беріледі. Яғни осы контексттегі қандай мемлекет туралы айтып тұрған, яғни мемлекет орналасқан материк, елдің батысын, солтүстігін алып жатқан тау жүйесі, елдің негізгі байлығы, ел мүшелік ететін халықаралық ұйым, ел аумағында орналасқан дүние жүзіндегі ең биік сарқырама. Яғни бұл жердегі бізге беріліп отырған мемлекет, бұл Венесуэла мемлекеті. Венесуэла мемлекеті білеміз, ол оңтүстік Америкада орналасқан, ол өзіне тән халықаралық мүшелік ететін ұйым болып табылады. Контексттік тапсырмалардың ең ұтатын тиімді жері осы. Екінші тапсырма: фосфоритті ел, мемлекеттің атауы қазақ тілінде аударғанда қиыр батыс деген мағынаны білдіреді. Бұл ел Африка материгіндегі көп емес конституциялық монархиялардың бірі. Патшалықтың географиялық орналасу жағдайы өте қолайлы. Көрші материктерден оны 14 шақырымдық тар боғаз бөліп тұр. Бұл мемлекет әлемдегі нарыққа фосфорит пен цитрустық дақылдар шығарады. Яғни әлемдегі нарыққа тағы да тура алдыңғы тапсырмасы сияқты әлемдік нарыққа фосфоритті экспорттаумен көзге түсетін ел.
Африкадағы монархиялық мемлекеттердің саны, елді көрші материктері бөліп тұрған бұғаз, мәтінде сипатталған ел орналасқан Африканың бөлігі, Африкадағы монархиялық мемлекеттер. Яғни бұл жерде де аталып тұрған мемлекетіміз, мысалы тағы да осы 5 көмекші тапсырма сұрақтар, жекелеуші сұрақтар арқылы бұл мемлекетте талқылауға болады. Бұл жердегі бізге беріліп тұрған мемлекет ол бізге Марокко деп аталады. Яғни әлемдік нарыққа басылымды шығарады. Африкадағы монархиялық мемлекеттер, одан елде көрші материктермен бөліп тұрған боласыз. Одан мәтіндегі сипатталған ел Африкадағы монархия елдерінің мемлекеттері, яғни көбінес 3-тен көп қана біздегі монархиялық мемлекеттер. Енді ең қызығы тапсырманың екінші контекстте жекелеуші сұрақтар арқылы берілетін түрі. Бұл жерде отты Қытай жаңартауы, бұл географиялық нысан Шығыс Азия елдерінің бірінде орналасқан туризм нысаны болып табылады. Сонымен бірге будда және синтоизм діндеріне сенушілердің табыну немесе сену нысаны. Вулкан сол Шығыс Азия елінің ең биік нүктесі болып есептеледі. Оның биіктігі 3776 метрді құрайды. Енді бізге суретін береміз, яғни және бұл суретте бірнеше нұсқауыш бар. Яғни бұл таудың формасы, яғни жапырақтары және тағы басқа. Біріншісі географиялық сұрақ. Отты Қытай жанартауы қай елде орналасқан? Бұл жанартау қандай діндермен байланысты? Фудзи тау Жапонияда ең нүкте болып табыла ма, ең кейін? Отты Қытай жанартауының басқа атаулары бар ма? Егер бар болса, бұларды атаңыз. Мазмұнды сұрақтар. Бұл вулканның қасиеттері мен ерекшеліктері туралы айтып беріңіз. Жанартаудың будда мен синтоизм діндерінің орны қандай? Фудзи тауының туристік маңызы қандай? Неліктен адамдар оны жиі зиярат етеді? Салыстырмалы сұрақ. Фудзи тауы мен басқа танымал жанартаулар, мысалы Килауэ немесе Везувий арасында қандай айырмашылықтар бар? Жанартаулардың діни және мәдени маңызы туралы не айта аласыз? Талдау сұрағы. Вулкандары зиярат ету мәдениет қоғамы қандай әсер етеді? Шығыс Азиядағы табиғи нысандардың діни мәні туралы ойларыңызды бөлісіңіз. Жазбаша тапсырма. Отты Қытай жанартауы және оның мәдени мәні тақырыбына шағын эссе жазып, вулканның діни, мәдени және табиғи маңызын талқылаңыз. Яғни бұл жерде де тек қана контекстті беріп, суретті беріп, оқушыға осы контекст арқылы тапсырманы орында деген тапсырмаларға көрі. Бұл жерде нақты оқушы қалай жұмыс жасайды. Яғни сіз оған географиялық сұрақ қоясыз, мазмұнды, салыстырмалы, талдау сұрақтары, жазбаша тапсырма. Яғни бұл жердегі жанартауымыз, бұл Фудзияма жанартауы, оны білеміз барлығымыз, 3776 метрді құрайды. Және ол мемлекеттегі синтоизм діні таралған, айқын аңғаруға болады, және тағы басқа. Енді келесі бізде уақыт белдеуі тақырыбы географияда өте қызықты тақырыптардың бірі. Интернетте таратылмайтын чат. Бар Сиднейден Австралия және Ганс, Берлин, Германия. Бір-бірімен интернеттегі чат арқылы жиі сөйлеседі. Олар бір-бірімен сөйлесу үшін интернетке бір уақытта кірулері тиіс. Сөйлесу үшін оңтайлы уақыт табу үшін барып әлемдік уақыттың диаграммасын қарап келесіні анықтады. Яғни әріптестер, бұнда барлығымыз білеміз, ең басында ең біздегі сағат, яғни Гринвич сызығының орын алған жері ол Лондон қаласы. Лондон қаласына бүкіл дүниежүзілік сағат белгілері таралады, яғни Лондон қаласына бәрі сол қаладан бастау алады сағат. Лондонда түнгі 12 ортасы, Берлинде сағат 1, Сиднейде сағат 10. Бірінші сұрақ. Интернетте таратылған чат Сиднейде кешкі сағат 19:00 болғанда, Берлиндегі уақыты
көрсетеді, нешені көрсетеді. Яғни бізде Сиднейде 19:00 кешкі 7 болғанда белгіленген уақыт тұрады. Яғни 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10. Яғни бұл кезде сағат түнгі сағат 10 көрсетеді. Яғни екінші сұрақ интернетте тарату бойынша, яғни Марк және Ганс олардың жергілікті уақыттар бойынша таңғы 9-дан кешкі 30-ға дейін сөйлесе алмайды. Себебі бұл уақытта олар мектепке барулары керек. Онымен қатар жергілікті уақытта кешкі 11:00-ден таңғы 7:00-ге дейін олар ұйықтамайтындықтан бір-біріне сөйлесе алмайды. Ганс пен Марк сөйлесу үшін қай уақыт қолайлы? Жергілікті уақытта кестеге түсіріңіз. Яғни бұл жерде екі жақтың уақытын анықтауымыз керек. Бұл енді екінші сұрағымыз, бұл сұрақ күрделі. Яғни бұл бірінші сұраққа қарағанда нешені көрсетеді емес. Енді Марк, Ганс олар 2 сағат белгіленіп орналасқан, бірақ екеуінің бір қолайлы уақытта сөйлесетін анықтауымыз керек. Яғни олар сағат 9:00 кешкі 19:30-ға дейін сөйлесе алмайды. Себебі бұл уақытта олар мектепке барулары керек. Яғни біз таңғы 9 мен кешкі 4:30 арасында мектепке барады. Онымен қатар жергілікті уақыт кешкі түнгі сағат 11:00-де таңғы 7:00-ге дейін олар ұйықтайтындықтан бір-бірімен тағы сөйлесе алмайды. Яғни бізге ең қолайлы уақытты анықтауымыз керек. Яғни Берлинде сағат 8:00 болғанда, Сиднейде сағат 15:00 болады. 15:00 болады. Жауап. Енді келесі тапсырма тақырыбыма сәйкес, яғни уақытша электронды картасын пайдалана отырып тапсырмаларды орындау. Тақырып: адам даму индексінің көрсеткіштері бойынша әлем елдерінің картасы. Яғни барлығымыз білеміз, бұл үлкен күрделі және ауқымды тақырып. Бұл тек қана картамен ғана жұмыс емес. Бұл ойды және талапты қажет ететін тапсырма. Адам даму индексі елдің әлеуметтік экономикалық даму деңгейін кешенді түрде бағалауға мүмкіндік береді. Әрі бұл көрсеткіш әлемдегі көптеген саясаткерлер мен сарапшыларға елдер арасындағы салыстырулар жасауда көмектеседі. Адам даму индексі жоғары деңгейде елдер жоғары адам дамуымен сипатталады. Адам даму индексі бойынша әлемдегі көшбасшылар болып табылады. Орташа және төмен деңгейдегі елдер әдетте экономикалық дамудың төмендігі мен білім алу мүмкіндіктерінің шектеулілігі, денсаулық сақтау жүйесінің әлсіздігі сияқты мәселелермен кездеседі. Жалпы адам даму индексі дегеніміз ол жаңағы таза судың, таза ауаның, білімнің, сапасын өлшейтін көрсеткіш. Бұл жердегі тапсырма оқушыларға уақытша платформасы арқылы адам даму индексінің көрсеткіштері бойынша әлем елдері өз картаңызды жасаңыз. Әрбір адам даму индексі деңгейі бойынша мәліметтерді зерттеп картаға түсіріңіз. Жоғары деңгей үшін жасыл түсті, орташа деңгей үшін қызыл сары түсті, төмен деңгей үшін қызыл түсті. Яғни бұл жерде біз картаны пайдаланамыз. Бұл өте тиімді карта болып саналады. Бұл жерде ең бірінші уақытша платформасын ашып алу қажет болады. Уақытша платформасын ашып алғаннан кейін сізге әлемнің картасы анық өте бастайды. Яғни оқушыларға тапсырмамызды бердік, яғни тапсырмамыз алдық. Бұл ең бірінші біз адам даму индексі бойынша енді төмен мемлекеттерді алсақ болады. Төмен және жоғары мемлекеттерді алып көрейік. Яғни төмен. Тақырыбымыз жабамыз.
яғни адам даму индексін жазып алып картаны адам картаны жанына шығады. Яғни жоғарғы мемлекеттерді адам даму индексі картаның индикаторы ретінде. Бұл картадан индекс бойынша төмендегі мемлекеттер, Африкадағы мемлекеттерге байқап отырмыз. Орталық Америка Республикасы, Чад мемлекеттерін белгілеп аламыз. Сонымен қатар яғни біз бірінші тапсырманы орындадық, бізге берілген тапсырма болды. Яғни бірінші төменгі деңгейде орындап аламыз. Яғни құрметті әріптестер, индексінің қызмет белгілейді. Ол мемлекеттердің құрылыспен әдемі белгіледік. Енді бұл картаны жүктеп аламыз. Яғни дәл қазір жасаған картаны жүктеп аламыз. Картаны жүктеп аламыз. Құрметті әріптестер, адам даму индексі және осы қызыл карта. Енді осы картамызды қарауымыз. Құрметті әріптестер, енді осы маркча яғни бұл бағдарламамен сіздер тек қана адам даму индексі емес, тағы каналдар. Бұл мемлекеттердің аты қойып, Қазақстанның ішіндегі карталарды, Азияның бөлінісін, Шығыс Азия, Оңтүстік Азия, Таяу Шығыс елдері, орталық Азия елдері белгілі болады. Міне тура осылай дайын принтермен шығарып жасасақ болады. Міне өзі көрініп тұр, қай мемлекеттер белгілеген. Тура осылай принтермен шығарып, оқушыларға өздері жасаған жұмыстарды қолдарынан шығарып. Бұл бізде маркчат деп аталады. Біздегі екінші тапсырма. Келесі тапсырма, карта бойынша тапсырма. Яғни бізге тағы да карта берілген. Дамыған елдер жиі кездесетін материал. Қазақстан жататын елдердің типі, қоныс аударған капитализмге тән белгілері, Жапонияның даму моделі дамыған, капиталистік даму үлгісін капиталистік даму тән емес елдерге енгізу, экономикалық дамудың барлық кезеңдерін өткен елдер, социалистік даму моделіне капиталистік даму моделіне өткен елдер, Ұлыбританияның бұрынғы отарлары, Азияның дамыған елдері, жоғары дамыған елдер, осы тура осы карталардай бізге көмекке келеді. Біз кез келген бір тапсырманы алып орындасақ, мысалы
Азияның дамыған елдері. Азияның дамыған елдері бізде дамыған елдер жасыл түскен елге қайтадан егіліп тура уақыт бағдарламасы арқылы сында болады. Жалпы уақыт бағдарламасы мысалға Хорватия белгілеген десек. Жасыл түскен жұмыс істеуге болады. Жасыл түскен. Жалпы айтқан кезде ондай әріптестер яғни бұл бағдарламасы көптеген мысалы өз қолымызбен картаны құрастырып, ары қарай жұмыс жасауға өте керемет мүмкіндіктер береді. Яғни әр мұғалім оқушы жеке дара картаны жасайсыз, және ол метрді жібересіз, оқушыға мұғалімге енді келесі біздің бағдарламамыз келесі бізде нейрошкаф деп аталады, яғни бұл цифрлы кубик бізге танымал, яғни біз жердің қабаты, жердің құрылысы, жалпы литосфера тақырыбын өткен кезде біз тек қана фотолар арқылы жұмыс жасаймыз. Бұл жерде жердің ең сыртқы қабаты, жердің қыртысы литосфера деп аталады. Латынша литос тас деген мағына. Жердің ішкі құрылысы мынандай қабаттардан тұрады. Жер қыртысы, мантия, ядро, жердің ішкі құрылысын анықтауда жер сілкіну толқындардың таралуы бақылаудың маңызы зор. Жердің ішкі құрылысының ерекшеліктеріне қарай белгілі бір тереңдікте таралу жылдамдықтарына байланысты жер шарының ішкі құрылысын, яғни біз үш қабаттан тұратынын білеміз. Жердің орталық өзегін ядро алып жатыр. Ядро темірмен келген тұрады. Ядроның сыртқы және ішкі ядро болып бөлінеді. Сыртқы ядро басылған күйде ішкі ядро қатты шар түрінде болады. Яғни жер қыртысының 2900 километрін мантия алып жатыр. Мантия грекше жамылғы деген мағынаны береді. Мантия жер көлемінің 83%-ын алып жатыр. Енді жалпы салмағы 67% тұрады. Біз жалпылама ғана тура осы мәтінді береміз, және осы фотоны береміз. Ары қарай жердің ішкі құрылысы радиусы 3500 км болады. Жердің ортақ көлемінің атауын белгілейміз. Мантияның қалыңдығын көрсетеміз. Яғни біз тек қана оқушыларды текстпен и фотосуретпен ғана сабағымызды орта деңгейде ғана өткіземіз. Енді бір мысал келтіре кетейін. Мысалы бәріміз тура осылай шығарып алғаннан кейін түсіндіреміз, яғни бұл ішкі ядро, сыртқы ядро, деген сыртқы қабаты деген сияқты. Енді бұдан оқушы 10-20% түсінеді. Енді келесі бізде яғни бұл жердегі бізде жердің ішкі құрылысы макеті. Жердің ішкі құрылысы макеті. Бұнда да тура осылай түсіндіруге болады. Мысалы, ядро, мантия, жердің сыртқы қабаты. Бұл үш қабат деген көрсетуге болады. Енді бізге көмекке цифрлы көмекшіміз нейрошкаф бағдарламасы көмекке келеді. Яғни нейрошкаф деп аталатын біздегі функция, яғни бұл кубиктер арқылы, яғни бұл кубиктердің арнайы өзінің сілтемесін жіберетін болған тағда. Осы цифрлы кубик арқылы біз оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға арналған қазіргі оқушылар
қазіргі оқушылар тек қана мысалы қолындағы смартфонға байланысты. Яғни ол смартфон арқылы да жердің құрылысын көрсетуге болады. Бұл қарапайым ғана кубик, қарапайым кубик. Мысалы кубик аламыз. Қолымызда жерді көруге болады. Қолымызға ұстап жердің құрылысын көреді. Яғни бұл жерде қолымыз өз смартфонымен жерді орталық табатын көруге болады, мантияны көруге болады, және жердің сыртқы қабаттарын анық байқауға болады. Яғни бұл кубиктер кез келген арқылы көрсетілесіңіз болады. Яғни бұл платформа арқылы тек қана жердің ішкі құрылысын ғана көрмейді. Бұл платформа арқылы мысалы география саламыз. Кез келген құрылысты көруге болады. Бұнда мысалы атмосфералық тасталар, қарасаңыздар, бізге бұл ақпарат бізге ең көрсетіп тұр. Коэффициенті, яғни толқынның болуы, жерге анық көрініп тұрған толқынның болуы, яғни біздегі цунамидің пайда болуы, және басқа бұл қарапайым ғана кубиктер, осы тапсырмаларды орындауға. Жалпы осы тапсырмалардың сілтемелерін жіберемін. Мысалы, жаңа форматымыз. Жаңа тордың трактері, яғни орны, жаңа тордың өзгешеліктері барлығы осы кубик арқылы көруге болады. Яғни бұл жерде тек қана география емес, жаралыстану бағытындағы барлық қандай болады. Жалпы пиза тапсырмаларға дайындық. Географиялық бағдарлама, яғни оқушы, мұғалім кез келген географиялық бағдарламаға сәйкес тексеру, жас ерекшеліктері, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкестендіру, яғни оқушыға 5-6 сынып жаралыстану тапсырмалары, 7-8 сыныптан бастап әр оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай тапсырманы тегін ресурстар, тапсырманы орындау үшін қажетті ресурстар мен карталар, мәтіндегі графиктерді қамтамасыз ету, жаңа ғана көрсетіп кеттім, яғни картаны орындау үшін жай ғана картаны алып, кесім картаға орындатпау, оны арнайы бағдарламалар арқылы, программалар арқылы жақсы заманауи түрде де орындатуға болады. Яғни графиктер беруге болады, мәтінді құрастырған кезде де мәтінді жетелеуші сұрақтар арқылы кеңінен ауқымды және түсінікті қылып таратуға болады. Көмек көрсету. Оқушыларға тапсырманы орындауға қажетті көмек көрсету және кері байланыс беру. Әрдайым оқушыға тапсырма бергеннен кейін міндетті түрде оған үлкен көлемде көмек көрсету керек. Яғни оқушыға тапсырманы бірге және шеше алатындай дәрежеде ғана бере білу керек. Яғни жаңа айтып кеттім, жас ерекшелігі, ресурспен қамтамасыз ету керек және жақсы оқушымен тығыз байланыста болу керек. Жалпы қорытынды география сабағында пиза тапсырмаларын қолдану оқушылардың географиялық білімдерін тереңдетуге, сыни ойлау қабілеттерін дамытуға және әлемдік мәселелерге географиялық тұрғыдан қарауға мүмкіндік береді.
бұл тәсіл оқушыларды нақты өмірлік жағдайларға дайындайды және олардың география сабағына деген қызығушылығын арттырады. пиза тапсырмаларын тиімді пайдалану үшін оқытушылар сабақ жоспарын мұқият жоспарлауы және оқушыларға қажетті қолдау көрсетуі тиіс. Құрметті әріптестер, осымен өзім дайындаған пиза тапсырмаларына дайындалған заманауи тәсілдер сіздерге көрсеттім деген ойдамын. Барлығы тиісті топтарға жіберемін. пиза тапсырмасын құрастырған кездерде оқушылардың ең бірінші жас ерекшеліктерін және деңгейлерін анықтау қажет. Жақсы, сіздермен болған Қайратұлы Дүйсенбек 44-ші орта мектеп филиалына сау болыңыздар.